Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін барлық тағамдармен үйлесіп кететін салаттың түрін жасаймыз. Қолжетімді көкөністерден дайындалады, әрі өте дәмді болады. Жасап көруге кеңес беремін. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қажетті көкөністерімізді жуып, тазалап, сыртын ашып, дайындап аламыз. Осы дәмдеуіштерді қосамыз және де ең алдымен 40 қабатты ұсақтап турап алуымыз қажет болады. Кубик сияқты етіп, сосын бір ыдысқа салып, тұз салып, қолымызбен кішкене майдалап, ұсақтап, сосын бетін жауып, суын шығару үшін қойып қоямыз. Егер сіздерде балғын 40 қабат болса, суы шығып, жұмсарып тұрады. Сосын бір сәбізді корей үккішінен өткізіп аламыз және де қызанақты, пиязды, болгар бұрышын және де екі түрлі болгар бұрышын турадым. Және де ас көктерімізді де дайындап қоямыз. Барлығын ұзынша етіп турап болған соң майымызды құйып, қазанға немесе табаға пияз бен болгар бұрышын кішкене қуырып алған соң, үстіне сәбізді салып 2-3 минуттай қуырып алуымыз қажет. 2-3 минуттан көп араластыруға болмайды, тек қана кішкене араластырып қойсақ болғаны. Содан кейін 40 қабатты басқа ыдысқа аламыз. Менде балғын 40 қабат болмағандықтан кішкене суы шықпаған екен, бірақ алдыңғы жасағанымда су шыққан болатын. Соны енді келесі ыдысқа өткізіп болған соң, біз табаға қуырып алған көкөністерімізді қосып аламыз және де қиярды немесе қызанақты қостым, қияр қоссаңыздар да болады. Қосып, содан кейін укроппен аскөгімізді турап қосамыз. Қара бұрышты қостым дәміне қарай, қызыл бұрыш және де мен барлық салаттарға әмбебап дәмдеуішті қосамын. Тұзды қосып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң біздің салатымыз дайын болады. Жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді болады. Әрі қолжетімді көкөністерден үйде табылатын көкөністер болғандықтан, жасалу жолы да оңай болғандықтан сіздерге көрсетіп тұрмын. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта салаттардың, түрлі пирожнилардың, ыстық тағамдардың рецепті шығатын болады. Соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін барлықтарыңызға рахмет.